Алакөл Шығыс Қазақстан аумағында орналасқан тұйық көл. Қазақстандағы ең ғажайып көлдердің бірі. Мұнда бір келген адам қайта оралуға асығады. Көл суына тәнтілер мұнда қызмет көрсету деңгейінің төмендігіне де көз жұма қарайды. Өйткені Алакөлдің саф ауасымен тыныстап, суға сүңгіп шыққаннан кейін демалушылар бір сәт сергіп қалады. На Алакөл уже ездим лет 20, наверное. Алакөлге 20 жылдан бері келіп жүрміз. Суға сүңгеймін де көзімді ашамын. Басқа жерде көзің ашып, жасаурап қалады. Но в этом году не получилось. Решили сюда приехать для проверки. Ну а так прекраснейшее место. Алакөлдің суы таза. Оның емдік қасиет туралы баспасөз беттерінде көп жазылып, дәлелдеп жүр емес пе? Потому что я вот ныряю в воду, глаза открываю. Нигде не открываю, только здесь. Потому что если на реке Или купаешься... Балықшы ретінде бұл көлде сазан, көксерке, алабұға, шармай сынды балықтар көп екенін айтқым келеді. Надо сразу прочищать палочками. Көл орта ғасырларда Түргенор, Алақта көл, Ала теңіз, Алақта бол бірнеше атауға ие болған. Оның атауы Алакөл, Ұлыкөл деген көне түркі және моңғол сөзінің бірігуінен алынған деген пікір бар. Көл тұнық болғандықтан, жағада тұрып тереңге көз салсаң, су түбіндегі тастарды, жүзіп жүрген шабақтарды айқын көруге болады. Суға шомылып жағада құм аралас қиыршық таста қыздырынып жатып, немесе арқаңды күнге беріп, айдынды тамашалай қарасаң, көл бетінің ашық түсі қоюланып көк түске, бір сәт көк түстен басқа реңге ауысып кеткенін байқайсың. Көл суының бір жолағы ақшыл, бір жолағы көкшіл болып өзгеріп тұруы аспандағы қыран құстың қалықтау биігінен де анық көрінеді. Осы құбылыс көлдің Алакөл деп аталуын дәлелдеп тұр. Көлге шомылған адамның жаны мен тәні тазарады. Кезінде Шыңғысхан, кейіннен Қабанбай батыр жараланған жауынгерлерін Алакөлге емделуге жіберіп отырған екен. Бұрын Алакөлде ғарышкерлер үйі жұмыс істеді. Онда тек кеңестік ғарышкерлер ғана емес, басқа капиталистік алпауыт елдердің де көктен оралған ұшқыштары бойындағы радиациядан осы көлде демалу арқылы арылатын. Осы орайда ғалымдар Алакөлдің суын зерттеп, құрамында радон қоспасының мол екенін дәлелдеді. Емдік құрамына байланысты айтатын болсақ, біздің көлдің негізгі минералды құрамында радон деген минерал бар. Радон деген газ десек болады, немесе минерал десек болады. Сол радон таңғы күн шығар уақытта жақсы бөлінеді дейді Алакөлден. Бұл жаңа адамның тыныс алу жолдарына, тыныс мүшелеріне өте жақсы әсер етеді. Сонысымен және де көлдің тұздылығы бар. Сол тұз адамның терісінің бойындағы экзема, әртүрлі тері ауруларына көп көмегі бар. Сондықтан да көбінесе шетелден болсын, тіпті Қазақстанның түкпір-түкпірінен бізге туристер көбінесе емделуші, ауруына ем тапқысы келген адамдар жиірек келеді. Алакөлдің тұзды суынан Менделеев кестесіндегі йодтан басқа бүкіл элементтерді кездестіруге болады. Көл суы шомылғаннан кейін теріде тұзды қыртыс қалдырмайды, керісінше ылғалдандырады. Ғалымдар Алакөлдің емдік балшығының құрамында бишофит минералы бар екенін де анықтады. Ол жараларды емдейтін анальгетикалық әсерге ие. Бишофит тірек қимыл аппаратын, жүрек қан тамыр жүйесі ауруларын емдеуге дерматологияда қолданылады. Бір қызығы көлдің батыс бөлігінде су мен балшық шығысқа қарағанда кальций мен натрий сияқты минералдарға бай. Біз тіпті көлге шомылып шыққаннан кейін душ қабылдамаймыз. Терің жібектей нәзік болады. Сосын Қазақстандағы керемет орындардың бірі десем артық болмас. Саф ауамен тыныстап, шипалы суға шомылу үшін осында асығамыз. Алакөл тек Қазақстанның емес, бүкіл әлем жұртшылығын бірегейлігімен тәнті етеді. Бұл малтатас және қиыршық таспен тегістелген қара жағалауы бар әлемдегі жалғыз көл. Мұхит пен теңіздің мұндай жағажайлары көпшілікке жақсы таныс. Алайда Алакөл қара балшығы бар дүние жүзіндегі жалғыз көл. Жағалауындағы әйгілі қара батпақ пен ақ балшықтың құрамында осы шунгит өте көп. Шунгит 99%-ға дейін көміртектен тұратын сирек қара тас. Тастың құрамында фуллерендер немесе 60 көміртек атомынан тұратын молекулалар бар. Ауырсынуды тыныштандырады, қабыну процестерін жеңілдетеді, зарарсыздандырады, созылмалы шаршау синдромынан және түрлі аурудан сақтайды.
Алакөл аумағы орналасу жағынан туризмнің барлық түрін, атап айтсақ экологиялық, танымдық, спорттық, емдеу, сауықтыру және аңшылық туризмді дамытуға қолайлы өңір. Алакөлге қатынау бұрынғыдай емес, айтарлықтай жеңілдеді.